Кайырлы күн достар, бүгін 2 түрлі салмамен хичини дайындаймыз. Менің арнама жазылып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Алдымен сармайды ыдысымызға салып, ерітіп аламыз осылай. Одан кейін сүт пен айранды ыдысқа құйып, араластыра отырып, жылытып аламыз. Ал енді хичиниден қамырын әзірлеуді бастаймыз. Оның үстіне тұз бен қантты қосамыз. Мен осындай корейский қамыс қантын, яғни тростниковый сахар қолдандым. Кез келген қант қоса берсеңіздер болады. Газға жылытып алған жып-жылы айран мен сүттің үстіне ас содасын қосамыз. Айран мен сүтке ас содасын қосқаннан кейін көлемі ұлғаяды. Осылай ұнға қосамыз. Еріген сармайымызды осылай ыстық емес суыған күйінде құямыз. Жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Және 50 грамдай ұн қосып, жақсылап тағы да илейміз. Илеп болған қамырды тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып аламыз. Екі түрлі салма дайындаймыз. Картоп салмасын дайындау үшін әуелі картопты суға қайнатып, сосын еземіз. Екеуінің үстіне де тұз қосамыз. Егер бринзаның тұзы көптеу болса, тұзды аздау қосасыздар. Екі түрлі салмаға осылай аскөк сеуіп шығамыз. Және картоп салмасына аздап бринза қосып жібереміз. Екі салмамызды да жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды аздап ұн себе отырып, 150 грамнан әрқайсысын бөліп аламыз. Аздап ұн себе отырып, әр қамырды осылай домалақтап аламыз. Ұн себе отырып, қамырды жаямыз. Осылай жайып болғаннан кейін, ішіне салмамызды саламыз. Мінекей осылай салманың бетін осылай жауып шығамыз. Осылай бетін жауып болғаннан кейін, аздап ұн сеуіп, келесі бетіне аударып, қамырды жаямыз. Жұқа болғанша осылай оқтаумен жаямыз. Жайып болған қамырды қызып тұрған табаға салып, екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Менде асты жабыспайтын таба. Мінекей осылай екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен хичиниден бетіне осылай жақсылап сармай жағып шығамыз. Бұл хичини өте дәмді. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.